Жалпы Меккеге қажылыққа және умраға келген кісіден үш нәрсе күтіледі екен. Ең біріншісі, қажыға келген кісіге жақсылап дұға ет деп, дұға күтіледі екен. Артта қалған ағайындарымыз бізден дұға күтеді екен. Екіншісі, Мәкка қаласынан зәмзәм су алып келуімізді күтеді екен. Себебі зәмзәм суының негізгі бұлағы шығып атқан қасиетті мекенде, қасиетті Мәкка қаласында жүрміз. Үшіншісі де Мәдина қаласынан әжуа құрмасы алып келуімізді күтіледі екен. Жалпы үш нәрсе: дұға, зәмзәм суы және әжуа құрмасы. Енді Мәкка қаласында иншалла ағайындарымызға дұға еттік, дұға етіп жатырмыз, Алла Тағала қабыл етсін. Енді міне зәмзәм суды ағайындарымызға апарып беру үшін осындай ыдыстар алып алсаңыздар болады. Негізі қызмет саяхат қажылық компаниясы және де басқа алып келген компания аэропорттан қайтып ұшайын деп атқан кезде Мәдина қаласында, я болмаса Жидда қаласында арнайы сіздерге 5 литр зәмзәм су береді. Бірақ ол 5 литр су ағайындарға жетпегендіктен осындай ыдыстарға құйып алып, осындай ауыздары қатты жабылатын ыдыстарға құйып алып, Әл-Харам мешітіне бара жатқанда алып аласыздар, қайтып келе жатқанда құйып алып, сумкаларына салып қоясыздар. Одан кейін барған кезде ағайындарға сыйлық бересіздер. Міне сол зәмзәм алатында кезең келді. Дәл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында осындай таң намазынан бастап ашық болады. Осы жерден келіп, зәмзәм осындай ыдыстарға, арнайы ыдыстарға келіп, түбінен бұлағынан құйып алсаңыз болады. Ал бисмилля, зәмзәмізді алайық ағайынымызға. Міне ағайын, ауылда грамдап зәмзәм суын ішіп жүруші едік. Міне Алланың нәсібімен осы қызмет саяхат қажылық компаниясымен қажылыққа келудің арқасында зәмзәм бұлағынан зәмзәм су ішу нәсіп болып жатыр. Міне дәл осылай осы жерге келіп, осындай ыдыстарға, арнайы ыдыстарға міне құйып алуға және басқа мұсылмандардың уақытын алмастан тез зәмзәм суын құйып алуға мүмкіндік бар. Алыста күтіп отырған ағайынымызға зәмзәм суымыз дайын, Алла бұйыртса. Міне мынандай бетінде қақпақшасы бар екен. Қосымша төгіліп қалмас үшін ағайынымызға және бір сүннет амалдың ерекшелігі, зәмзәм суды ішкеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басына зәмзәм суын осылай құйған екен, құрметті ағайын. Міне сол сүннет амалды жаңартқан болдық. Керемет бір сезім, күннің ыстығында зәмзәм бұлақ басына құю деген неткен бақыт десеңізші. Әр қазағым осы жерге келіп зәмзәм құйып, осы зәмзәм бұлағының басынан ішуді баршаңызға нәсіп болсын ағайын. Әрине, осы жақтан көтеріп бара жатқан кезде ауыр, салмақты басады. Бірақ ағайынға апарған кезде, бауырларға берген кезде азақ болып, осақ па деп қарайтындар да болады.